Баршаңызға сәлем. Біз қазір пигменттік дақтарға қарсы маска жасайтын боламыз. Жалпы бұл маска пигменттік дақтарды кетіреді, беттегі ұсақ әжімдерді кетіреді және беттің ағаруына, неше түрлі безеулердің, неше түрлі дақтардың кетуіне көмектеседі. Ең алдымен үккіштен өткізілген тазаланған картопты осылай дәкеге алып сығып аламыз. Картоп бет терісін жұмсартып, безеулердің кетуінің алдын алады. Және сонымен қатар картоп бетті ағартады. Сонымен қатар картоп пигменттік дақтардың кетуін, әжімдердің кетуін қамтамасыз етеді. Картоп нағыз табиғи ботекс ретінде жүреді, сондықтан да әжімдердің кетіп жазылуына көмектеседі. Міне осылай сөлін бөліп алдық. Қараңыздар, дәл осы сөлінің өзін қолдануға болады. Немесе картоптың қабығын ашимыз ғой тамаққа қосарда, соңында бетімізге, қолымызға жағып 1-5 минуттан соң жуып тастауға болады. Енді бал қосамыз. Балдың бойында жұмсартқыш, сергіткіш және антибактериалды, яғни бактерияға қарсы, тазалағыш, қабынуға қарсы жасартқыш қасиеттері бар. Егер сіздің балға ешқандай аллергияңыз жоқ болса, бұл балды көбінде маскаларға қосуға кеңес беремін. Және үшінші ингредиентіміз ол лимон. Лимон шырынының құрамында бетті ағартатын әсерге ие қышқылдар бар. Сондықтан да лимонды қосамыз. Лимон және беттегі өлі терілердің кетуін тазартады. Қарап тұрсаңыздар, барлығы бетке пайдалы ингредиенттер қолданып жатырмыз. Сондықтан да бұл масканы егер лимонға, балға аллергияңыз жоқ болса, қорықпай пайдалансаңыз болады. Пайдаланардан алдын қолыңызға кішкене жағып көріңіз. Егер қызарып, бөртпесе, демек сіздің аллергияңыз жоқ деген сөз. Солай қолдана берсеңіз болады. Бұл масканы 3 күн холодильникте сақтауға болады және 3 күн бойы қолданамыз. 3 күннен соң результатын өзіңіз көріп таң қалатын боласыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді 4-ші ингредиентіміз. Қазір толықтай ерітіп алайын балымызды. Толықтай еріген соң келесі ингредиентімізді қосамыз. Бұл қазір мен тағы да 2 ингредиент қосатын боламын. Ол алоэ вера гелі. Алоэ вера гелі үйде алоэ гүлі өсіп тұрса, содан алсаңыз да болады. Немесе осындай дайын сатып алуға болады. Алоэ гелі ол әлемдік косметикалардың құрамына жататын, яғни әлемдік деңгейде барлық адамдар косметикаға қолданатын гельдердің бірі. Ол оның ылғалдандырғыш және сергіткіш қасиеттері бар. Сонымен қатар ол терінің қартаюын алдын алады. Және өте жақсы ылғалдандырады. 3-4 есе тез теріге еніп кетеді. Келесі ингредиентіміз ол күріш ұны немесе сұлы, яғни овсянка ұнын қолданамыз. Менде овсянканың өзі болды, сондықтан мен оны блендерден өткізіп алдым. Сізде осылай овсянканы, яғни сұлы жармасын блендерден өткізіп қолдансаңыз болады. Немесе күріш ұнын қолдансаңыз болады. Күріштің бетке пайдасы көп екенін білем, және овсянканың да, яғни сұлы ұнның да бетке пайдасы өте көп. Бұл тазартушы қасиетке ие. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Және бұл маскамыз құрамында лимон болғандықтан ешқашан қоюланбайды. Осындай сұйық түрінде қолдана беруге болады. Бұл масканы 3 күн холодильникте сақтаймыз және 3 күн бойы ұмытпай бетімізге жағып тұрамыз. Міне мен осындай аузы жабылатын ыдысқа құйып сақтаймын. Сізде аузы жабылатын ыдысқа құйып сақтағаныңыз жөн болады. Көріп тұрғаныңыздай біз сұлы жармасын қоссақ та
біздің маскамыз сұйық болып тұр, өйткені бұның құрамында лимон бар. Сондықтан да сұйық болады. Қалғанын қолыма жағайын. Қолыңызға, бетіңізге жақсаңыз болады. Өте күшті нәрлендіреді. Сіз бұны жасағаннан соң 3 күннен кейін уже результатын көре бастайсыз. Дақтарыңыз кетіп, бетіңіз әдемі болып, реңі кіріп қалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне ыдысқа құйып қойдым. Енді мен бұны 3 күн бойы қолданатын боламын. Қазір сіздерге бетіме жағып көрсетемін. Каналыма жазылып алыңыз. Міне осылай 3 күн бойы жағып қолданамыз. Кішкене қолымызға алып аламыз да, бетімізге асықпай, айналдырып, массажды түрде төменнен жоғары қарай жағамыз. Және 15-20 минуттан соң жуып тастауды ұмытпаңыз. Жуған кезде бөлме температурасындағы сумен жуу керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар.